corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Маршрутка тоқтады. Керек емес деймін аға. Бар менде ақша, ауқатқа бар. Жолға да керек. Рахмет. Атыңыз? Бақтияр аға, рахмет. Аман жүріңіз. Иса, қайтала жер, атың кім? Ассалаумағалейкум. Қуаныштымын. Жаным сол жаман ерке өзі дейтін. Жатырға күтіп амал жоқтан үстіге асық қойдым. Міне мына темір жол Нүкістен Бейнеуге барады. Duruşan mıksıp, tokır bordur mu? Suyuna kabul, karımına, çağırıyor. Жин машинасын алып келіп отыр. Неке екінші қабатына ұйықтайын деп жатырмын. Пойыздағыдай. Ал соңғы ауыл Қазақстанның шекарасына бара жатқанда Қарақалпакия деген. Болды, енді шекара басталады қазір. О, халайық кім Дубайға барғысы келеді. Өзбекстан, Қазақстанның шекарасында Дубай барна, чотам. Nima beradi? 25 қоя? Yo'q, nima? 25 emas, 27. 27. Nima beray? Tanga beraymi? Теңге беріңізші. 7500 tanga beraman. 7500 жақсы. Қазақсыздар ма? Yo'q, Qaraqalpoq. Қарақалпақ. Sen nesin? Қазақпын. Қазақсың ба? Қазақпын. Bu yoqda ne жүрсің? Саяхатпен. Sayohatpен ба? Iya. Молодец. 2 километр туу жерге. Қазақстанға 2 километр қалды. Туу ғимараттар тұр ғой. Сол жердегі нүктесі өткізетін. Мінекей ал. Үстірттің даласы. Біз жүрміз. Өзбекстан шекарасының өттік ал. Қазақстан қалды. Дауыт ата тәжен деген Қарақалпақстан мен Маңғыстау облысының шекарасында ең бірінші рет көріп тұрмын. Андай өткізетін нүктеде екіге бөледі екен. Әйел адамдар мен ер адамдар. Екі тізімда, мен тұрымда әйел адамдар келіп жатыр, өтіп жатыр. Мен ойлаймын, неге сөйтеміз, неге бөлеміз, неге бәріміз адамыз, неге бір тізіммен бара алмайды. Адамдар жоқ, қой сияқты басып жатыр тек. Үстінен ити ермелесіп, не, мен өтем, анау деп. Ал мінекей, Маңғыстау. Менің туылған жерім. Мінекей тоқтады. Ассалаумағалейкум. Бейнеуге барасыз аға? Ештеңе етпесін. Его, отырдым, шетпек емес ту жаңа өзенге дейін Ақтауға шейін барады екен. Бұл Ерке Болан деген мырза. Рахмет бауырым, аман жүр. Атыраудың баласы екен, мен алып кетті. Сол, бұйырса, білмеймін, бір неше сағатта жетеміз Жетібайға? Жетібайға дейін 400 километр ғой. 400 километр, бір 6-7 сағатта жететін шығармыз. Маңғыстау деген жер. Бұл кезінде мұхиттың түбі болған. Бұл жерлер
Анан қара. Мінекей. Мұхиттың қабаттары көрінеді. Тастарға қарайсың ғой. Әне сызық болғаны. Ол кезіндегі ежелгі жаратылыстардың, ежелгі жануарлардың, скелеттер ғой, сүйектері бәрі қорытылғаннан кейін порода жерге айналып, бүйтіп қабаттасып бүйтіп жиналған ғой. Үсті-үстіне үйілген. Солай бізде жаңағы осы жер пайда болды. Үстірт деген. Кезінде Қазақстан деген мұхит болған. Бір елден шығам Қазақстан, екінші елден шығам Қазақстан. Мінекей. Мынау ор тәрізді тас, сүйек. Ежелгі жануарлардың сүйегі. Ал, халайық мінекей, Жаңаөзен менің туылған жерім. Ал, халайық қасым жатын екен. Мен Жаңаөзенге келдім, нағашыларымның ауылында жатырым. Ертең Ақтауға шығам. Әзір осы номерге Каспиге демеулеріңізді жіберсеңіздер болады. Ағылшын курсыма жазылыңыздар. Мен шәкірттерді қабылдаймын. Шынымен де үйренгілеріңіз келсе. Әзір менде осы демаустop, recharge, кері қуаттану, нағашыларымның қолында, research, Әзербайжан жолы, жалпы қаяққа барам деген сияқты. Порттың шаруасымен сөйлесіп, паром бәлкім болатын шығар. Не болса да, бүгін атамның мәйтіне бардым. Ақтау, атам мәйті әулиесі да. Соң бәрімен видеоны бірнеше күннен кейін салам, кері жолға шыққан кезде. Менен хабар күтіңдер ал.